Ассалаумағалейкум. Мен бүгін сіздерге балықтың шабақтарынан жасалынатын өте дәмді котлетті жасап көрсетемін. Ең алдымен балықтарымыздың барлық қанатшаларының барлығын кесіп, құйрығын кесіп дайындап аламыз. Оларды ешқандай лақтырып тастамаңыздар. Олардың барлығын уха деп аталатын керемет ас даярлау үшін тоңазытқыштың мұздатқышына салып қоямыз. Кейін мұндағы ұсақ балықтарымызды етіккіштен, мясорубкадан 3 мәрте өткізіп аламыз. 3 немесе 4 түйір нанды 100 мл сүтке салып езіп даярлап алыңыздар. Орташа 2 немесе 3 пиязды ашып, оны етіккіштен ыңғайлы болу үшін өткізуге ұсақтап аламыз. 2 түйір картопымызды және 4 түйір сарымсақты ашып дайындап, барлығын етіккіштен өткізіп аламыз. Мұнда бірінші картопымызды, кейін пиязымызды, және де 4 түйір сарымсақты салып өткіземіз. Кейін 100 мл сүтке салынып, жұмсақ етіп даярланып тұрған нанымызды етіккішке салып өткіземіз. Барлығы дайын болды. Енді татуына қарай тұзын және қара бұрышын салып, жақсылап тұрып езіп араластырып алғаныңыз жөн. Шамамен 1 ас қасықтай тұз және де 1 шай қасық бұрыш саламыз. Егер сіздер бұны көп санасаңыздар, татуына қарай дәмін көріп отырып салғандарыңыз жөн. Міне барлығын араластырып болған соң дәмін міндетті түрде көріңіздер. Енді 2 жұмыртқаны саламыз да, тағы да мен көрсеткендей жақсылап тұрып араластырып алғандарыңыз жөн. Кейін ас пленкасын төсеп алдым, столымыздың үстін бүлдірмеу үшін. Қолдарыңызбен котлеттерімізді пішіндеп аламыз. Өз қалауыңызша көлемін кіші немесе үлкен қылуға болады. Арнайы дайындап жайып қойған ас пленкасының үстіне кішкене ұн себеміз де барлық котлеттерімізді рет-ретімен ұнға аунап даярлап қойғаныңыз жөн. Тез-тез қуырып алу үшін өте ыңғайлы бұл әдіс. Және де мұнда қолмен алып котлеттерді пішіндеген кезде қолыңыз ылғал болып, ұн көп мөлшерде жабыса береді. Сол себептен котлеттерді қасықпен алып, ұн үстіне қойып, ұнды сол балықтың етіне жан-жағынан сепкілеп, пішіндеп алғаныңыз өте ыңғайлы болады. Нақтырақ айтқанда, қолыңыз құрғақ күйде және қамыр болып бүлінбейді. Барлық котлеттеріміз дайын болды. Енді табаға майымызды құйып аламыз да, барлық котлеттерімізді саламыз. Оттың астын орташа қызуда ұстағаныңыз жөн. Котлеттеріміздің екі жақ бетін 5-5 минуттан пісіріп аламыз. Алтын сары қызыл түсті болған кезінде аударып екінші жағын пісіреміз. Салфетка төселген ыдысқа піскен котлеттерімізді салып, артық майының сіңгенін күтеміз. Котлеттерімізді гарнирге көбінесе картоп езвесімен, асылған рожки, күріш және де тағы да басқа гарнирлермен дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, котлеттеріміз өте керемет болып піскен. Қыз-келіншектерге айтар ақыл кеңесім, үлкен ірі балықтарға қарағанда ұсақ шабақтардың
етінен өте жұмсақ шырынды котлеттер даярланады. Ас мәзірі ұнаса, біздің YouTube арнамызға тіркеліп, міндетті түрде қоңыраушаны басыңыздар. Сол кезде біздің әрдайым жаңа видеоларымызды қалдырмай көретін боласыздар. Пікірлеріңізді жазып қалдырып, лүпілдеріңізді аямаңыздар.